Лаваштан қазіргі таңда хит болып жатқан өте оңай жасалатын әрі ерекше көрінетін салат жасаймыз. Жаңа жылдық дастарханға жасап көрсеңіздер болады. Бізге алдымен осындай дөңгелек кішігірім лаваш керек болады. Екіге бөліп аламыз да орап осындай кулектар дайындайтын боламыз. Оралған жерін тіс таяқшалармен бекітіп шығамыз. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін енді жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Әдемілік үшін оның үстінен ақ немесе қара күнжеттен сеуіп шықсаңыздар болады. Осыны енді қызып тұрған пешімізде 10-15 минутқа формасын ұстағанша салып аламыз. Оған дейін енді салаттарымызды тураймыз. Бізге бірінші осындай соленый огурцы керек, яғни тұздалған қиярымызды алып 4-1-леп тураймыз. Қызыл пиязды да ұсақтап 4-1-леп турап аламыз, және бізге суға піскен 4-5 дана жұмыртқа керек, оларды да 4-1-леп турап аламыз. Және кукуруза. Бізде осы ең дәмді эсканың дайын осындай керемет кукурузасын қолданамын. Одан кейін және туна пеликаның тунецін. Әсіресе бұл салатты диетада жүрген адамдарға да ең керемет салаттардың бірі деп айтар едім. Өте дәмді болып шығады. Енді барлығын бір ыдысқа жинап, үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш және міндетті түрде майонезін салып араластырамыз. Міне салатымыз дайын, өте оңай жасалады. Ал енді осылардың барлығын жаңағы кулектарымыздың ішіне толтырып шығамыз. Бұл жерде тіс таяқшаларын алып тастаймыз, жаңағы бекіткен. Енді ішін осылай салатпен толтырып, тағы да бізге әдемілік үшін гранат және укроп керек, осылай жиектерін әдемілеп жапсырып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.